Түрік қағанаты. Түрік сөзі 542 жылы Қытай деректерінде кездеседі. Түріктердің негізін қалаған Ашина деп әулет. Ашина әулеті Алтай тауын мекендеді. 545 жылы Қытай елшісі түрік қолбасшысына келді. Түріктер ең алғашында жужандарға салық төледі. Жужандар кейде деректерде аварлар деп келеді. Осы кезде жужандардың басшысы Анағұй болатын, ал түріктерде басшысы Бумын болатын. Бумын жужандардың басшысы Анағұйға барып, қызын әйелдікке сұрайды. Сонда Анағұй есігімнің алдындағы темір балқытушы қызымды сұрауға қалай дәті барды деп екі жақта шайқас болады. Бұл 552 жыл болатын. Анағұй жеңіліп, Бумын жеңеді. Сөйтіп халқы Бумынға Елхан деген атақ береді. Нақтырақ айтсақ, Бумын қаған Жужан мемлекетінің билеушісі Анағұйға қызын өзіне әйелдікке беруді сұрап, елші жібереді. Бұл сол кездің дипломатиясына сәйкес, менің енді сенімен терезем тең, менімен санасуға тиіссің дегенді білдіретін еді. Бұған Анағұй ашуланып, сен менің темірші құлымсың, бұлай жасауға қалай дәтің барды деп шапқыншысын жібереді. Осылайша түріктер мен жужандар арасында шайқас басталады және түріктер соңында жеңеді. Сонымен түріктердің негізін қалаған Ашина деп аталатын әулет. Олар Алтай тауларын мекендеді. Алтай тауларын кейбір деректерде біз Алтын тау деп атаймыз. Ал түрік қағанатының құрамында Оғыз, Қарлұқ, Қырғыз, Түргеш, Ұйғыр, Қыпшақ сияқты түркі халықтарынан 30-дан астам ру тайпалар болды. Оларды телелер деп атады. Ал түрік сөзі берік, күшті деген мағынаны білдіреді. Ал Бумын қаған 552 жылы жужандардың Анағұй деп аталатын қағанын жеңіп, түрік қағанатының негізін қалады. 553 жылы Бумын қайтыс болды. Бумын қаған, яғни негізін қалаушы 553 жылы қайтыс болды. 553 жылы інісі Истемей немесе Иштемей батысқа жорық жасайды, яғни Қазақстан, Орта Азия, Еділ, Солтүстік Кавказды бағындырады. Әскери мықты мемлекетке айналады. Мұхан қаған 553-572 жылдары билік құрды. Жужандарды талқандауды аяқтады және қытайлар салық төлеп тұрды. Оңтүстік Сібірде үстемдік орнатты. 603 жылы түрік қағанаты екіге бөлінді: батыс түрік және шығыс түрік.